Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы организмдердің көбеюі және жеке дамуы. Онтогенез. Сабақтың мақсаты білім алушыларға онтогенез және онтогенездің кезеңдері туралы мағлұматтар беріп, білімдерін тереңдету. Білім алушылардың өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Онтогенез дегеніміз организмнің жеке дара дамуы. Онтогенез ұрық болып түзілуінен бастап тіршіліктің сонына дейінгі барлық өзгерістердің жиынтығы. Онтогенез терминін неміс биологы Геккель ұсынған 1866 жылы. Онтогенез барысында дамып келе жатқан организмнің жеке мүшелері өсіп, жіктеледі және бірігеді. Осы күнгі көзқарастар бойынша онтогенезге бастау болатын жасушаның ішінде организмнің одан әрі дамуын анықтайтын белгілі бір тұқым қуалаушылық бағдарламасы код түріндегі мағлұмат сақталады. Бұл бағдарлама бойынша онтогенез барысында ұрықтың әрбір жасушасындағы ядро мен цитоплазманың әсерлесуі, сондай-ақ ұрықтың әртүрлі жасушалары мен жасуша кешендерінің өзара әрекеттесулері жүзеге асады. Онтогенез екі кезеңге бөлінеді: эмбриондық ұрықтық даму және постэмбриондық ұрықтан кейінгі даму, яғни организмнің жұмыртқа қабығын жарып шыққаннан кейінгі кезең. Онтогенездің эмбриондық кезеңі пластула, гаструла, нейрула болып бөлінеді. Постэмбриондық кезең тура даму және де түрленіп даму болып бөлінеді. Ұрықтың даму сатылары. Пластула бөлшектену нәтижесінде көп жасушалы ұрықтың түзілуі, шар тәрізді бір қабатты іші қуыс ұрық. Гаструла ұрық дамуының екінші сатысы. Пластула қабырғасының ойыстанып нәтижесінде қос қабатты ұрық пайда болады. Бұл екі қабат ұрық жапырақшалары деп те аталады. Сыртқы эктодерма және энтодерма қалыптасады. Содан соң үшінші мезодерма қабаты пайда болады. Ұрықтың гаструладан кейінгі сатысы нейрула деп аталады. Бұл кезеңде жүйке тақташасынан жүйке түтігі қалыптасады. Жүйке түтігінен ми мен жұлын дамиды. Постэмбриондық даму. Постэмбриондық ұрықтан кейінгі даму ағзаның жұмыртқа қабықшасын жарып шыққаннан кейін, ал ұрығы құрсықта дамитын сүтқоректілерде туа салысымен басталады. Постэмбриондық даму екіге бөлінеді. Біріншісі дұрыс даму. Мұнда ағза ересек түріне ұқсап туады. Екінші түрленіп даму. Эмбриондық дамудан кейін дернәсіл пайда болады. Ішкі және сыртқы белгілері, қоректенуі мен қозғалысы, тағы басқа жөнінен сол түрдің ересек ағзасымен салыстырғанда ерекше болады. Дұрыс дамуға жорғалаушыларды, құстар мен сүтқоректілердің дамуын мысалға келтіруге болады. Омыртқасы жануарларда сүліктер, қырқаяқтар және өрмекшілер осы жолмен дамиды. Түрленіп даму негізінен омыртқасы жануарларға тән қасиет. Мысалы, ішек қуыстылар, жалпақ және буылтық құлттар, шаян тәрізділер, бунақ денелілер, тағы басқа. Ал омыртқалардан амфибиялар түрленіп дамиды. Кейбір жағдайда түрленіп дамуда жұмыртқадан сәйкес түрленудің кейін ересек дараға айналатын дернәсіл шығады. Дамудың бұл типі шала түрленіп даму деп аталады. Мысалы, бақалар. Кейбір жағдайда даму процесінде жұмыртқадан қуыршаққа айналатын дернәсіл шығады. Қуыршақ қозғалмайды, өз бетімен қоректенбейді. Бұл кезде бүкіл мүшелер мен ұлпалар қайта құрылып, ересек дара түзіледі. Дамудың бұл типі толық түрленіп даму деп те аталады, және шыбындарда, аралар мен көбелектерде байқалады. Бұл суретте сендер толық түрленіп дамитындарға жататын жәндіктерді көре аласыңдар. Толық түрленіп дамитындарға көбелектер, қоныстар, шыбындар, бал аралар, құмырсқалар, масалар жатқызылады. Постэмбриондық даму процесінде біртіндеп жыныстық жетілу және даралардың көбеюі,
Содан кейін қартаю және тіршіліктің жоюы процестері жүзеге асырылады. Бүгінгі сабақ бойынша үй жұмысы, сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші, бекіту сұрақтары. Онтогенез дегеніміз не? Онтогенез қандай кезеңдерден тұрады? Гаструла дегеніміз не? Нерула дегеніміз не? Түрленіп даму дегеніміз не? Осыған мысал келтіру керек. Екінші, біздің тапсырмамыз сәйкестік тест. Бұл жерде сұрақ берілген сұрақтар, сол сұрақтарға дұрыс жауаптарды сәйкестендіріп көрсету керек. Сызықша арқылы немесе белгілеп көрсету керек. Үшінші, біздің тапсырмамыз графикалық диктант. Бұл жерде сұрақтар берілген, сол сұрақтарға я немесе жоқ дегенді белгілеуіміз керек. Мысалы, сұрақтар: эмбрион, тарихи даму, онтогенез организмнің жеке дамуы, ұрық жапырақшалары гаструлада дамиды, постэмбрионалды даму ұрықта жүреді, мезодерма сыртқы қабат, эктодермада жүйке жүйесі сезім мүшелері дамиды, бластула бірінші реттік қуыс, эктодерма сыртқы қабат. Яғни бұл жерде дұрыс па дұрыс емес па соны анықтауымыз керек. Осы берілген тапсырмаларды біз бағалау критерийлері бойынша бағалаймыз. 5, 4, 3 деген баға бойынша бағалап отырамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Орындалған тапсырмаларды Платонус платформаға жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.